Каналыма хош келдіңіз, құрметті тыңдарманым. Бүгін мен сізге соңғы кездесу атты әңгімені баяндап беретін боламын. Жер жүзіне сұлулық сыйлаған, әдеміліктің көрінісі болған жаз мезгілін алмастырып, күздің де жеткеніне бір апта болды. Жер ананың түрлі түсті өрнекпен көмкерілген кілемдері сарғыш тартты. Тіршілік атаулының бәрі үнсіз ғана күздің салқын самалының құшағына ене бастады. Тек бір ғана жан, қарт ана, жүрегін жылыту үшін әлде қашан өз қолымен сөндірген жалынды іздеп келе жатыр. Санасында бір ғана ой, оны қайтсе де табу, қайдан іздеу керектігін білетіндей, екі аяғы денесіне бағынбай, тез-тез жүріп келеді. Ана шаршағанымен міне таптым деген сөзді тез арада естігісі келіп еш тоқтамайды. Бірнеше сағаттан соң сырлы бояумен боялған екі қабатты үлкен үйдің дәл алдына тоқтады. Маңдайшасында үлкен әріппен балалар үйі деген жазу жазылған. Ішіне кіруге жасқанды. Дегенмен ішкі ойы жанын жеп бара жатқан соң шыдай алмай есікті ашып кірді. Кешіріңіз деген дауысты естіді. Артына бұрылып қарап еді, бір әйелдің өзіне қарай келе жатқанын көрді. Сонан соң әлгі әйел: «Сәлеметсіз бе? Мұнда не жұмыспен жүрсіз?» «Қарағым, маған сенің көмегің керек. Мұнда қызымды іздеп келдім», деді. Қызым осы сөзді айтқанында көзінен жібінен үзілген маржандай моншақтар тама берді. «Жүріңіз апа, біраз ентігіңізді басыңыз, сосын сөйлесейік». «Бір сұрақ қойсам бола ма?» деді ол алдында отырған әйелге. «Иә апай, жасыңыз нешеде?» «50-ді де еңсеріп қалдық». Деп ойланып тұрды да, «Құрдас екенбіз» деді. «Түсінбедім» деді әйел таңырқаған дауыспен. «Мен де өзің сияқты 50-дегі әйелмін. Мүлде ұқсамайсыз. Мен сізді 80-дегі қария деп ойлап қалдым». «Иә, жас кезімнен жүрегімде қалған бір жазылмас жара бар еді. Уақыт өте келе сол мені әбден қалжыратты. Мен де өз-өзімді тани алар емеспін. Осыдан 22 жыл бұрын бір жігітті құлай сүйдім. Ол да мені жақсы көрді. Ата-анамның қарсылығына қарамастан онымен бір үйде тұруға келісімімді бердім. Бір күні жүкті екенімді білдім. Әрине, бұл мен үшін қуаныш болды. Алайда некеміз қиылмай тұрып. Тез арада жігітіме бұл хабарды жеткіздім. Ал ол менен сол арада теріс айналды. Күні-түні жылай-жылай етегім жасқа толды. Мен бұдан дереу құтыламын деп шештім. Дегенмен әлі жарық әлемнің есігін ашпаған сәбидің қандай жазығы бар. Дүниеге келген соң оны көріп әкелік махаббатты қайта оянар, бәлкім қайта оралар деп 9 айды күтумен өткіздім. Ал кішкентай жаратылыс құрсағымда өсе берді. Мезгілі жеткенде қыз баланы өмірге әкелдім. Мен сонда бақыт дедім. Әлемнің бар қиындығын, басыма салған ауыртпалығын ұмыттым. Мен үшін қызымнан басқаның маңызы болмады. Сыңарым деп таңдаған адамым босанғаннан кейін 2 күннен соң іздеп келген еді. Үйленуге дайын екендігін, бірақ бір шарты барын айтты. Не менімен ілесіп жүр, не баламен қал. Екеуінің біреуін таңда деді. Ал мен өмірлік бақытты таңдамай, бір сәттік бақытты таңдаппын. Сол кезде сәбиімді осы балалар үйінің алдында бір қызға беріп қаша жөнелгем. Алла сол үшін мені ана болу бақытынан мәңгілікке айырды. Әрі отбасымызда ұрыс керіс жанжал өрши берді.
Бір күні ажырасып өз жолымызбен кете бардық, деп еңкілдеп жылады. Тоқтаңыз, сонда аппақ жөргекке оралған, білегінде Әмина деп жазылған бір жапырақ қағазы бар қыз сіздің қызыңыз ба? Сол кездегі жас қыз? Екеуі де бір-біріне таңырқай қарады. Көз алдарына 22 жыл бұрын болған оқиға елестеді. Бөлме ішінде үнсіздік орнады. Тек сағаттың тырс-тырс еткен дауысы естіліп тұр. Бір кезде балалар үйінің қызметкері құжаттар жиналған сөреден бір конвертті алды да таныс па бейтаныс әйелге ұсынды. Сіздің қызыңыз гүлдей сұлу боп өсті. Ол мұндағы бар баладан ерекше еді. Күні-түні балалармен ойнамай, терезе алдында әлде кімді күтіп телміріп отыратын. Әлі де күтіп келеді. Олай дейтін себебім, бұл жақтан кеткен соң ол әр жексенбі сайын осында келіп тұрады. Бір күні осы конвертті ұсынып, мені біреу іздеп келсе, осыны бересіз бе? Әрине, егер келсе, деп тапсырған болатын. Аманатқа қиянат жасамайын, мұны өзіңізге ұсынып тұрмын. Рахмет, көп деп, жоқ іздеуші әйел қолы дірілдеп конвертті алды. Саябақ іші. Айнала тып-тыныш. Әшейінде мұнда адам қарасы көп болатын. Ананың қайғысын сезгендей, оны оңаша қалдырыпты. Ана, осынау сөзде қаншама ұлылық, жылылық, мейірімділік бар. Адам осы өмірде болғанына шүкіршілік ету керек дейді. Дегенмен, ата-анасы бар адамдарға қызғана қараймын. Қандай бақытты. Менің де бақытты болуға толық құқығым бар емес пе? Не үшін мені бұдан айырды? Кейде өзгелердің жетім қыз деп қолдарын шошайтып мүсіркей қарағандарында жанымның қалай ауратынын сезсеңіз ғой. О, Алла, не үшін мені анам тастап кетті? Оның жүрегі жоқ па, әлде бауыры тас па? Егер оны кездестірсем, осы сұрақтың жауабын алғым келеді. Анасына деген сағынышын, ішіне толған өкпе назын, ашу ызасын ақ параққа қаламмен емес, көз жасымен жазған секілді. Дұрыс айтасың құлыным, мен безбүйрек тасбауыр анамын. Тіпті ана деген ұлатқа лайықты емеспін. Хайуан екеш хайуан да өз баласын қараусыз қалдырмайды емес пе? Сенің алдыңда бұл сұрақтарға қалайша жауап беремін? Мына Құдай атқыр анаңды кешірші, деген зарлы үні бар әлемге естілгендей болды. Тіпті ананың көз жасына шыдай алмаған табиғат қосыла жылады. Тоқтамай жауған жаңбыр үсті-үстіне үдете түсті. Саябақта жалғыз отырған әйел денесінің қалшылдап, тоңып бара жатқанын еш сезбеді. Бір кезде жаңбыр басылды. Жоқ, басылмады. Бір қыз қол шатырымен бұны жауып, жаңбырдан қорғап тұр. Басын көтеріп қарағаны сол екен, қақ алдында жас кезіндегі өзін көрді. Өзінен аумайтын қызды көріп, қызым деп ойлап қалды. Кейін бұл ойынан дереу айныды. Жоқ, жай сағынған соң сол деп ойлап қалғаным ғой. Адам адамға ұқсай береді емес пе? Бір кезде мойнындағы жүрек пішінді қалға көзі түсті. Оның да қызының мойнында дәл осындай жүрек пішінді қал болатын. Мүмкін емес, бұл менің туған қызым болғаны ма? Әйел енді оның бет жүзіне ұзақ қарады. Расында да жас кезінен аумайды. Оның қаншама жылдан соң көргеніне қатты қуанды. Рахмет қызым, деді алғашқы рет өз қызына қызым деп. Оқасы жоқ апай, деді де қыз қол шатырын бұған ұстатып жүре берген. Әмина, дегені сол ақ екен,
тыңдап тұрмын, деп жас қыз артына бұрылды. Жә, ештеңе емес. Әйел ары қарай ештеңе айта алмай тістеніп қалды. Ал қыз болса одан алшақ боп бара жатыр. Мен не істеп тұрмын? Оны әзер көрдім емес пе? Енді қалай оған бір тіл қатпай қаламын? Ең болмаса құшақтап мауқымды баспаймын ба? Деп ойлап, қолын созып артынан жүгіре жөнелді. Алайда қаншама жыл жанын жеген жарасы ұлғайып кеткен еді. Ана көз алдына қызының күлімдей қараған бейнесін сақтап алып, жер ананың құшағына мәңгілікке енді. Туған анасымен жүздескен бұл алғашқы кездесуі өміріндегі ең соңғы кездесу болғандығын қыз жүрегі сезді ме екен? Әңгіменің авторы Самал Қожабайқызы.